Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай жұмсақ үлпілдеген керемет бауырсақтардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бауырсақты дайындауға қажетті заттар: ашытқы, қант, жылы су, ұн, сары май, жұмыртқа, тұз және жылы сүт. Ең алдымен ыдысымызға ашытқы мен қантты салып араластырып, үстіне жылы су құйып, ашытқымыз көтерілгенше қоя тұрамыз. Менің каналымда алдағы уақытта шығатын жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда сіздер жаңа шыққан видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Ашытқымыз ұлғайды, енді қамырын илейміз. Илегіштен өткізілген ұнға тұз салып араластырамыз. Ұнымыздың ортасын ашып, жұмыртқа, үй температурасындағы сары май, жылы сүт, ашытқыны құйып қамыр илейміз. Қолымызды сұйық майға сала отырып, қамырымызды толықтай илеп, пищевой пленкамен бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қоя тұрамыз. Шамамен 1-1,5 сағат уақыт өткеннен кейін біздің бауырсағымыздың қамыры көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып көтеріліп шығады. Енді осы қамырымызды қолымызбен басып илеп, оқтаумен орташа қалыңдықта жаямыз. Тым жұқа қылып жаймаңыздар, әйтпесе пісу барысында қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан жаю барысында мұқият болыңыздар. Жайып алған қамырымызды осылай дөңгелек формамен немесе қалаған формаңызда кессеңіздер болады. Кесіп алған бауырсақтарымыздың беттерін кеуіп қалмасы үшін жауып, көтерілгенше 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Отымыздың астын жағып, қазанға май құйып қыздырамыз. Көтерілген бауырсақтарымызды қызып тұрған майға салып, екі жағынан қызарғанша пісіріп аламыз. Менің видео рецепттерім сіздерге ұнап жатқан болса, комментарий бөлімінде міндетті түрде өз пікірлеріңізбен бөлісіп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Піскен бауырсақтарды міндетті түрде артық майларын алу үшін қағаз сүлгіге түсіреміз. Бауырсақтарымыздың барлығы осылай әдемі болып, көтеріліп, қызарып пісіп шықты. Егер дәл осы көрсетілген мөлшермен құраммен жасайтын болсаңыздар, сіздерде де жұмсақ керемет бауырсақтар шығады. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Бұл бауырсақтар өзінің балғындығы мен жұмсақтығын 2-3 күнге дейін сақтап тұрады. Алда да пайдалы рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.